Алматы қаласының мемлекеттік қуыршақ театры түрлі қойылымдар арқылы кішкентай бүлдіршіндердің бойына адамгершілік қасиеттерді дәріптеп жүр. Сонымен қатар жас буынның қалыптасуына қалтқысыз жұмыс жасауда. Қуыршақ театр жаңа маусымға орай репертуарын біраз жаңартты. Балаларға базарлық беруді ұнататын театрда қандай қойылым? Толығырақ тілшіміз тарқатады. Қуыршақ театрында бауырсақ халық ертегісі желісінде Арман әлемі атты жаңа қойылым қойылды. Балалар қазір ертегіні қалай қабылдайды? Оны сахна төрінде өнер көрсеткен әртістер бағамдайды. Бауырсақ арман қуған балақай кішкентай өзінің арманын қуалап сапарға шығады, ұзақ жол тартады. Жолда кедергілер болады. Әрбір адам арманына жету үшін неше түрлі кедергілерден өтеді ғой. Кедергілер керемет мүмкіндіктер сыйлайды, солай емес пе? Сол біздің бауырсағымыз бүгінгі таңда қойылымда балалардың арасынан да шығуға және де сахнадан да көрінуге, жан-жақты көрінуге тырысты. Балалардың арасында да неше түрлі сұрақтар, балалармен ойнау, күлу бірге өте сәтті өтті деп ойлаймын. Ал сахнада 10 жылға жуық ойнап келе жатқан жас актриса Арайлым Байырбекованың айтуынша, театрға көрермен болып келетін кішкене балақайлар үлкейгенде қайта оралып, жұмысқа орналасып жататын көрінеді. Антон деген бала болатын, осы режиссер казына қойып жатқан. Антон мен өзі бірінші жылдары ол бала кеп отыратын. Ең ненің залдың соңғы несінде. Қазір ол кісі уже бізде режиссер кәдімгі главный. Ол кезде ол мектеп жасында, сол кезде. Қазір ол кісі біздегі главный режиссер. Басты режиссер. Біздің тұрақты көрерменіміз. Келіп жүріп осы Қуыршақ театрының режиссері болды. Жасы 70-ке келген Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, театрда жарты ғасырға жуық қызмет атқарған Сәбила Әбуова ханымның түйгені мол, көргені көп. Ол бүгінгі таңда балаң арманды жүзеге асыратын театрдың көрермендері қазақланып келе жатқанын мақтан тұтады. Көбейгенде қандай? Қазір бізде ана жер, ана қойылымы болып жатыр, қаншама адамдар келеді. Ана жүрегі болып жатыр. Және де қойылымдар бізде қазақшада қазір қазақтар өте көп келетін болған. Сондықтан біз өте мақтан етеміз сол үшін. Қазақланумен қатар мәдениет орталығына тұрақты келушілер қатары да артып келеді. Біз осы Қуыршақ театрына келіп, тұрақты көрермен ретінде екі баланы көріп, әр спектакльдерін көріп қайтамыз. Бауырсақты сандықтың ішінен тапты. Оны пісіріп пісірді. Сосын оларға қасқыр қоян, түлкі, аю келеді. Оларды жегісі келді. Оны жемеді ең соңында. Арманына қол жеткізді. Кедергілер көп болса егер өзіңменен, сен өзіңе арманыңа самғалға. Арай Жұмашқызы, Темірбек Нұғманов, Хедлайнер.